Бәріне сәлем достар. Бүгін сіздерге Алматыдағы ең дәмді балық, сазан балығын дайындайтын жерге келдім. Сіздерге обзор жасайын деп ойладым. Бұл Шаңырақ микрорайонында орналасқан 45-ші автобустың конечныйында тұратын Алматы дүкенінің қасындағы Сазанчик деген кафеде. Шардараның балығына ұқсайды, өте дәмді. Біраздан бері келіп осы жерден жеп тұрамыз. Бүгін ешкімге айтпай өзім келіп балық жегім келіп кеткен соң арнайы келдім. Міне жарты порциясын алдым, қалғанын үйге алып кетемін. Негізі интерьері онша әдемі болмағанымен атмосферасы күшті, тамақтары дәмді. Тек қана балық жеу үшін келем бұл жерге. Осындай кішкентай ғана жер. Кафе деуге де ұят, негізі кішкентай жер. Бірақ тамақтары өте дәмді, тапчаны бар. Көп болып келуге де болады, 2-3 адам. Шашлықтары да өте дәмді, күшті болады. Бұл мен кола, нан, өзімнің жақсы көретін сазан балығыма заказ беріп, дәмін көріп жеп отырмын. Негізі Алматыда Шымкенттегі сияқты емес. Тамақтары онша, кафедегілер онша дәмді бола бермейді. Бір отырған өзіне нормальный ақша қортасын, бірақ онша дәмді тағам табу қиын Алматы қаласында. Ал бұл кішкентай жер болғанымен адам онша біле бермейді бұл жерді. Маған сестрам көрсеткен, бір рет алып келген, екеуміз келетін едік. Бүгін ол кісі жұмыста болғандықтан өзім ғана келіп, тихаря жегім келіп кетті. Жұмыстан шығып, осы жерге келіп жеп отырмын. Алматыда болсаңыздар, осы жерге келіп дәмін татсаңыздар болады. Если что, комментарийға өз ойларыңызды жазыңыздар. Сіздерге ұнай ма балық жалпы? Балық ұнататындар, шардаралықтар бұны жейді. Обычно бізде Шардарада, бізде папам всегда бізге кішкентай кезімізде балық әкелетін. Мамам всегда балық қорып бере, сондықтан бізде балық с детства. Басқаларды білмеймін, бірақ біздің папам үнемі балық әкеп тұрғандықтан балық үзілмейтін. Енді Алматыдан күшті жер тауып алдым, осы жерге келіп тұрам үнемі. Сосын блог түсірейін деп бір жағынан, сіздер де біліп жүрсін деп осындай күшті жерге келдім. Само собой өз-өзімді мен осылай свиданияға шақырып тұрам. Біреумен келсең онша не қыла бермейді, сондықтан для себя келіп, кайфуша жизнь деп өзім қыдырып қайтатын өтетім бар. Сол дәмі енді вау, музыка бар, өте жайлы жер. Ана отырған артында тірі ағаш. Ағашты кеспей жасап қойған. Бұндай балықты соңғы рет Шардарадан жегенмін. Бұл Қапшағайдың балығы екен, сол жерде сұрап біліп алдым. Сонымен мен біттім, ары қарай кетейін деп ойладым. Сөйтіп, мына жерге айнаға өзімді көріп алайын дедім. Тастамайтын очкиімді тағып алам әйтеуір. Қолыма коламды ұстап алдым, ары қарай кеттік. Бұл жерде негізі основной шашлычная ғой. Шашлычныйдан айтып жандыр болады екен. Кеттім. Сіздерді келуге ұсыныс ретінде түсірген болатынмын. Келіп, Шаңырақтағы Сазанчик кафесіне келсеңіздер болады. Сосын келсеңіз айтыңыз.